Бүгін міне біздің ауданымызда болашағым менің мамандығым атты үлкен облыстық жәрмеңке ұйымдастырылып жатыр. Бұл енді ауданда ұйымдастырылып жатқан мамандық бойынша жәрмеңкеге жалпы облысымыздың жоғары және арнаулы орта колледждері мен институттарынан 11 мекеме қатысып, өзіміздің ауданымыздағы колледжіміз бар, барлығы қатысып, оған 300-ге жуық біздің оқушыларымыз, студенттеріміз қатысып жатыр. Бұлар енді біздің болашақ біздің мамандықтарын таңдауға атсалысып жатқан оқушыларымыз. Қазіргі күні жаңа барлық мамандықтар бойынша өздері сөйлесті. Мамандықтар таңдау жөнінде бағыт-бағдарлар берілді барлық түлектерге. Енді мына біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2025 жылы жұмысшы мамандық жылы деп атаудың өзі үлкен бізге серпін беріп, қазір ауданымызда үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді қазір аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруменен жаңа жоғарыда айтылған 11 оқу орындарынан келіп, 100-ге жуық мамандары мен біздің түлектерге таныстырды. Бұл енді болашақтағы біздің жастардың өз мамандығын таңдауға үлкен серпін беретініне және болашақта бізге үлкен қажетті мамандардың керектігі байқалады. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Осындай мамандықтарды қолдап, көрсетіп, алып, әрмен қарата осылармен жұмыс жасауға біз әрқашанда қолдау көрсетеміз.